Ай 81 миллион тонна унтак және тау массасынан құрылған 384 мың километр қашықтықтағы серігіміз. Күндізгі температурасы 122 градус және түнде температура минус 230 градусқа дейін төмендейді. Жерден өте кіші болса да, Арарат тауы сияқты биік таулар бар. Осы себепті еш қонақжай емес. Жақынға дейін айдың қалай пайда болғанына байланысты өте аз пікірлеріміз бар еді. Бірақ қазір осыны білеміз. Бүгінгі күннен 4 миллиард жыл бұрын Тея атты бір планетаның жермен соқтығысу нәтижесінде шыққан бөлшектердің миллиондаған жыл ішінде бірігуімен ай пайда болды. Сағатына 40 мың километр жылдамдықпен жүрген Тея және жердің соқтығысуы соншалықты үлкен болған 1 миллион мегатон атом бомбасына тура келеді. Бүгінгі күнімізге дейін тек қана 12 адам айдың бетінде жүре алды. Және 1972 жылынан бері ешкім айға бара алмады. Ал ай болса бізден әр жылы шамамен 4 сантиметр қашықтап бара жатыр. Ендеше қаншама жылдан бері романтиканың және құпияның символы болған ай жоқ болып кетсе қалай болады? Бір түні аспанға қарап отырғаныңызды ойлап көріңіз. Ай өзінің орнында жоқ. Кіші бір таңқалудан кейін бәлкім бұлттардың артында қалған шығар деген пікірмен мән бермейміз. Бірақ уақыт өте келе осы жоғалудың өлтіретін әсерлерін сезіне бастаймыз. Айдың тарту күші себебінен жеріміз 23 градус келбеуге ие. Осының арқасында күн сәулелерінің келу бағыты және жердің күнді айнала қозғалуы өзгергені үшін климат бүгінгі күні өзінің мөлшерін қорғап тұр. Бірақ ай болмаса жер белгілі бір келбеуге ие болмай, былай айтқанда әр жаққа қарай қисық болатын еді. Бұл климаттың басқарудан шығып кетуі деген сөз. Қысқасын айтатын болсақ, ай болмаған жерде, мысалы Қазақстанда, күндізгі температура 50 градус, түнде температура минус 50 градусқа дейін төмендейді. Бұл өзгеріс адамзаттың өмірде қалуын қатты қиындатып жібереді. Бірақ тек қана проблема әрине бұл емес. Осындай жынды климатта күндізі қатты булану, түнде болса тоңу болғаны үшін жердегі су мөлшері өте қатты азаяды. Экватор аймақтары былай айтқанда пісіп жатыр. Солтүстік полюс аймақтары бір қанша айдан кейін қараңғылыққа көміліп, және бірнеше жыл ішінде температура орташа минус 180 градусқа дейін төмендейді. Жердегі судың көтерілуі 70% айдың тарту күші себебінен орындалады. Және енді ай болмағаны үшін судың көтерілуі өте қатты азаяды. Бұл да теңіз жануарларының үлкен бөлігінің соңы келді деген сөз. Сондай-ақ жер бұрынғыға қарағанда өте жылдам айнала бастады. Планеталардың айналу жылдамдығы қаншалықты артатын болса, осы жылдамдық себебінен желдердің соғу күші де артады. Енді әсіресе жағалау жерлерде өмір сүру мүмкін емес. Орташа жылдамдығы 160 км болған желдер толассыз жағалауларды соғып жатыр. Осы жағдай әсер болатын әлемдегі бірінші орын атының мағынасы желді қала мағыналы Азербайжанның астанасы Баку. Ай жоқ болып кеткен әлемде желдер қаласы Бакуда жел соншалықты қатты соғады. Адамдар тіпті көліктерде ұшып кетуі мүмкін. Жердің жылдам айналу күндердің қысқару деген сөз. Өте көп уақыт өткеннен кейін планетамыз соншалықты тез айнала бастайды. Бір күн тек қана 15 сағат болады. Ендеше барлық осы жағдайлардан кейін ай жоқ болып кеткен жағдайда адамдарға не болады? Денеңіздегі өзгерістерді байқайсыз. Өмірде қалғандар үшін енді жүру бұрынғыға қарағанда өте қиын. Енді бұрынғыдан да көп энергия жоғалтуыңыз керек. Бірнеше минут жүргеннен кейін шаршап тыныс ала алмайтын халге жетесіз. Тіпті бізден бір қанша нәсілден кейін адамдардың бойы да қысқара бастайды. Бірақ ауырлықтары артқан. Бұл жағдай ешкімге ұнамайды әрине. Бірақ жердің айналу жылдамдығының артуы жердің тарту күшіне де тура әсер етеді. Осының нәтижесінде әрекетте болу, яғни жердің тарту күшін жеңу, қадам бас алу саған қазіргіден де көп энергия жұмсатып, дәл сол тарту күші бойыңның ұзын болуына да кедергі келтіре бастайды. Осы жерді таныдыңыз ба? Бұрындары мұз шөлі болған Антарктика енді бір пешке айналды. Ендеше айдың жоқ болып кетуінің психологиялық әсері адамдарда және жануарларда қалай болатын еді? Осы сұрақ көп уақыттан бері ғалымдардың миын ашытып келеді. Жасалған зерттеулерге қарасақ, толған ай кезінде жануарлардың көбірек шабуылшы болғандығы анықталған еді. Және психология зерттеушілерінің 39 мың қылмыс үстінде жасаған зерттеулер нәтижесінде осы қылмыстардың үлкен бөлігінің толған ай кезінде жасалғаны анықталған болатын. Шынымен де
Мыңдаған жылдан бері құпиялы оқиғалардың себептерінің бірі деп есептегеніміз толған айдың осындай әсері бар ма? Пікірлеріңізді комментарияда қалдырыңыз. Айдың көрінісі жер бетіндегі тарту күшіне әсер етеді. Мысалға, ай толған кезде осы тарту күші ең жоғарыға көтеріліп, жарты ай болған кезде де тарту күші төмендейді. Тағы 18 000 психологиялық аурулардың үстінде жасалған зерттеулерде аурулардың көбісінің өтініш білдірген кездерінің ай толған кезде көп болғаны көрілді. Айдың тірілердің үстінде әсері бар болуы бір шындық, бірақ мұның психологиялық себептерден ба, немесе толған айдың түнді жарықтандырғаны себебінен ба әлі анықталған жоқ. Осы тақырыпта зерттеулер жалғасып жатыр. Айдың біз үшін бір қорғайтын әсері де бар. Астероидтардың және басқа да метеорлардың үлкен бөлігі жерге қарай келе жатқан кезде айдың тарту күшіне ұсталып соған соқтығысады. Айсыз бір әлемде осы қалқаннан да айырылып қаламыз. Осылайша әлемге астероидтардың келіп соқтығысу мүмкіншілігі бұрынғыдан 20% артады. Бірнеше километр үлкендікке жеткен метеор әлемге келіп соқтығысқан кезде адамзаттың соңын алып келуі мүмкін. Дәл 65 миллион жыл бұрын динозаврларға істеген сияқты. Осыны білеміз. Айдың жоқ болып кетуінің басқа бір әсері де планетамыздағы маңызды бір қуат күшінің жоқ болуы себебінен пайда болған жер әрекеттері. Жер сілкінісі және жанартау оқиғалары бір қанша уақыт жер бетін ойын алаңына айналдырғаннан кейін жер өз қалпына келе бастайды. Яғни былай алып қарайтын болсақ, ай жоқ болып кетсе өміріміздің соңы келмейді. Бірақ жерде өмір сүру өте үлкен мөлшерде қиындайды. Және осы уақыттан кейін көрінісіміз өзгере бастайды. Өмір сүру стандарттарымыз, өмірге көзқарасымыз, бәлкім психологиямыз, тамақтануымыз ай жоқ болып кеткен жағдайда өзгеріске ұшырайды. Біз және бізден кейінгі нәсіл осындай қиын жағдаймен кездеспейді деген үміттемін. Бірақ ғарыштың шексіз қараңғылығының арасында бұл ешқашан болмайды деген сөз емес. Бәлкім ертең, бәлкім бірнеше жылдан кейін, бәлкім ешқашан.